Сәлем достар, біз видеомызды тағы да жалғастырамыз. Бүгінгі видеомызда үйде балалармен ойнауға арналған тағы бір ойынға кезек берейік. Бізге ол үшін мынандай одноразовый қағаз стакандар, сосын шар қажет. Бұндағы мақсат, енді біз уақытты қысқартамыз. 1 минут емес, 30 секундқа қоямыз. 30 секундтың ішінде Кәусар осы стакандардың бәрін осы столдың үстінен шарымен үріп құлатуы керек. Дайынбыз ба? Иә. 1, 2, 3. О. Түр құлату керек, жерге дейін сүру керек. О, молодец. Қатты. О. О. Жарайсың. О, тез. О, енді 4-еу қалды, тез. Бол. 4-еу. 2-еу қалды, бол. Уақыт бітті. Тек 2-еу қалды. Кәусар өте жақсы нәтиже көрсетті. Және өше тұрған стакандардың тек қана 2-еуін қалдырды, бірақ аяғында бәрін түгел құлатты. Кәусар, саған ауыр болды ма ойын? Иә. Үрген кезде қиналып қалдық та. Бұл ойын өте шапшаңдыққа, жылдамдыққа арналған, және шармен үру сіздің балаңыздың өкпесін жақсы демалуына жақсы көмектеседі, шармен жаттығу жасау. Сондықтан да осындай ойындарды үйде әбден ойнауға болады. Бұны мектепте де, командамен, балалармен де бірге ойнауға болады. Ойынның ережесі өте оңай. Келесі кездескенше сау болыңыздар.